Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Іштен жану қозғалтқышы отынның химиялық энергиясын механикалық энергияға түрлендіреді. Адам баласына 100 жылдан астам уақыттан бері қызмет атқарып келе жатқан дизель қозғалтқыштары ең әмбебап және үнемді іштен жану қозғалтқыштар болып табылады. Дизель отынның химиялық энергиясын тиімді босату үшін ол шашыраңқы түрде температурасы мен қысымы жоғары ауамен қатынасады. Бұл энергия механикалық айналу энергиясы ретінде тиімді беріледі. Осылайша дизель қозғалтқышы жұмысының ең басты тұсы температурасы және қысымы жоғары ауаны үздіксіз өндіріп отыру. Бұл бейнежазбада осыған қалай қол жеткізілетінін білетін боламыз. Мікбас, шатун, қосиын және цилиндр қосиын сырғақ деп аталатын механизмді құрайды. Осы жерде мікбастың сызықты қозғалысы қосиындегі айналмалы қозғалысқа түрленеді. Іштен жану қозғалтқышының блокі осы механизмді лайықты түрде сақтап отырады. Цилиндрлер блогының бас тиегі клапандар және отын инжекторы қозғалтқыш блогының үстінде орналасқан. Мікбас төмен қозғалған кезде енгізу клапандары ашылып, сыртынан таза ауа сорыла бастайды, немесе басқа сөзбен айтқанда қозғалтқыш дем алады. Кері жүріс кезінде енгізу және шығару клапандары жабық тұрады және цилиндр ішіндегі ауа сығымдалады. Сығымдау кезінде мікбас ауаға қатысты жұмыс атқарады. Сондықтан да ауаның температурасы және қысымы дизель қозғалтқышының өздігінен тұтану мәнінен жоғары деңгейге дейін көтеріліп тұрады. Тозаңдалған дизель отыны сығымдалған ауаға себіледі. Отын буға айналады да бағынбайтын кенеттен жарылыс іске асады. Нәтижесінде қысым және температура жоғары мәнге дейін көтеріледі. Жоғары қуатқа ие сұйықтық мікбасты төмен игереді. Ыстық ауа мікбасты қысады және сұйықтықтың энергиясы мікбастың механикалық энергиясына түрлендіріледі. Бұл мікбастың сұйықтық энергиясын жұтатын жалғыз қимылы. Жүйенің енжарлығынан мікбас қайтадан жоғары жүреді. Бұл жолы шығару клапандары ашылып, пайдаланылған газдар сыртқа шығарылады. Енгізу қадамы қайта іске асады. 4 қадамнан және ырғақтан тұратын бұл цикл үздіксіз энергияны өндіре отырып қайта-қайта қайталана береді. Дизель қозғалтқышы мікбасының түбі шұңқырда орналасқанын байқаған шығарсыз. Сығымдау жүргенде осы шұңқыр ауа ағынын құйындату үшін жағдай жасайды. Осылайша себілетін отын ауамен тиімді араласады. Іштен жану қозғалтқышының, әсіресе дизель қозғалтқышының механикалық құрылымы күрделі әрі қызықты мәселе болып табылады. Дизель қозғалтқышындағы жану үдерісі ешқашан бір қалыпты және біркелкі болмайтындықтан олар бензинді қозғалтқыштарға қарағанда тербелісті және шуды көбірек өндіреді. Сондықтан да дизель қозғалтқыштар үшін берік құрастырма қажет. Төрт қадамның біреуі жұмыс қадамы кезінде ғана мікбасқа орасан күш әсер етеді. Сондықтан да өздеріңіз көріп отырғандай, бір цилиндрлі қозғалтқыштар үшін қорытқы күштің әрекеттілігі әрдайым тән болады. Жалпы қуаттылық та ауытқып тұрады. Бірақ бұл мәселелерді қолда көптеген цилиндрлер бар болса шешуге болады. Осы 4 цилиндрлі қозғалтқышты қарап көрейікші. Бұл жағдайда барлық 4 қадам бір уақытта өтеді. Қозғалтқыштың толық жұмыс циклі кезінде бір ғана мікбас жұмыс істейді. Нәтижесінде 4 цилиндрлі қозғалтқыш күш пен қуаттың жоғары бір қалыптылығына ие болады.
Басқа сөзбен айтқанда, қозғалтқышта неғұрлым цилиндрлер көп болса, ол соғұрлым бір қалыпты жұмыс істейді. Қозғалтқыштың 4 цилиндрі келесі тәртіпте жұмыс жасайды. Қуат конденсаторы ретінде қызмет атқаратын ауыр сермер оның әрекеттілігін түзеуге де септеседі. Сондай-ақ шатун жағына түсетін ауыр салмақ әсерінен иінді біліктің динамикалық үшқалақтығы пайда болады. Ол ауырлық көмегімен қалпына келтіріледі. Клапандардың ашылып жабылуын үйлестіруші білік жұбы нақты бақылап отырады. Үйлестіруші біліктер қозғалтқыш арқылы әрекетке келтіріледі. Үйлестіруші біліктер иінді білікке қарағанда 2 мәрте аз айналу керек екендігі айқын. Дизель қозғалтқыштары жұмысы бойынша сіз жақсы кіріспе ақпарат алдыңыз деген үміттеміз. Рахмет.